Америка Құрама Штаттарынан сәлем, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Қазақтың қайтпас қайсар ұлы Арон Атабек туралы шұғыл мәлімдеме таратуға мәжбүр болдық. Арон түрмеде жатқан кезде оның атын атаудан қорқатын біраз жұрт Арон түрмеден шыққаннан кейін Аронның маңынан босамай және Арон туралы тақырыпты әлеуметтік желіде көтергіш болып жүр. Әрине бұл қалыпты құбылыс. Адамның дені 99, мүмкін 95% солай болады. Әттің артын баққан қазақ бұл ешкімге таңсық емес. Бірақ енді Арон туралы бірнеше түйткілді мәселені халықтың назарына ұсынуға тиістіміз. Біріншісі, Аронның денсаулығы. Аронның құжатын дереу қолына бергізтіп, Аронды ең шұғыл түрде шетелге емделуге жіберу керек. Аронды Қазақстанның сатымсақ дәрігерлері өлтіреді. Оған еш күмәндарыңыз болмасын. Арон түгілі, Арон түгілі жай қарапайым қазақ коронумен барса, 60 апа 70 жездесіне жалынбаса, әке көке нағашы жиен деп құда жегжат, әкетай көкетай демесе, коронадан емес коррупциядан өлген қазақтың санында қисап жоқ екенін бәріміз білеміз. Докторханаға жатқызды деген аты болмаса, хлорлы натрийдің суын ғана тамызып, адамның ауруына пайдалы тиісті дәрі-дәрмектерді бермей, қашан туысқандар жалынып кеп пара береді екен деп, осы нұр жүйенің нұрланған дәрігерлері қаншама қазақты обалдығып өлтірді. Дүние жүзінде бұл адам баласы коронадан қырылып жатса, Қазақстанда коронадан емес коррупциядан қырылып жатыр. Қазақтың түбіне корона емес коррупция жеткен, бұл бір сұрқайлы сұм заман болды. 30 жылдық фашистік жүйе қазақтың дәрігерлеріне дейін қатыгез қан сорғыш қылып шықты. Ауырып, өлімші болып, өкпесі сынып, тыныс ала алмай жатқан, тіпті сөйлейін десе сөзінің өзі ұғынықсыз болып, жан тапсырар әлдегі ең соңғы сәтте жатқан ауруға телефонын беріп, туыстарыңа хабарлас, біздің кәсібімізге ақша салсын деген дәрігерлер туралы да біз еміс-еміс естідік те. Оған дәлел былтыр Атажұрттың бір ақсақалы ауырып, осы Қаскелең Ұзынағаш жақтағы Атышулы Күнгөсемнің туған ауылында докторханаға жатқанда, ауылдың дәрі-дәрмегі түгілі докторханасының керуетінің сирақтары қисық болып шықты. Сирақтың орнына кірпіш қойып, тіпті ұзақ түгін апталап жатқандарына бір ине шаншымай, әшейін докторхананың ауасын жұтса болса емделеді деп, сол докторхананың бүкіл дәрігерлері былыққа белшесінен батқандығын естіп, айғай аттанға салып, Астана Қостананы түгел аяқ аяғын бір етікке табаннан тік тұрғызып, содан сол докторханада жатқандардың өзі Атажұрт бұл іске араласатын болды дегеннен дәрігерлердің өзі Атажұрттың ақсақалдарының аяғына жығылып, ойбай Атажұртқа айтпаңдар, Серікжанға айтпаңдар, біздің өзіміз әрең жүрміз, қалт-құлт етіп жүрміз деп, бір сағаттың ішінде бүкіл докторхананың керуатына дейін жаңаланып, әптелер бойы бір аузына бір тал дәрі салынбаған дәрігер докторлардың, науқастардың бәріне бір-бір дәрігер келіп, укол салынып, системе салынып шыға келгені баршамызға аян. Былтыр 2020-ның жазында бұл туралы лекциямызда айттық та. Енді Арыстан Аронды бұл қазақ 15 жыл түрмесінде азаптап өлтіре алмағаннан кейін, енді жаналғыш жендет болған докторлары арқылы жанын алмақшы. Ал докторханаға барудан Арон бас тартты. Енді Аронның жанын аман сақтап қалатын жалғыз жол Аронның құжатын қолына беріп, оның шетелге кетуіне рұқсат беру. Қазақстанда қалған қазақтың мойнындағы бір міндет, бір парыз осы. Шаңырақ дейтін жердегі үй салған барлық қазақтың еркек кіндіктісіне, әйел затының бетіне сын, мойнына мәңгілік қарыз, азаматпын дегеніне парыз. Егер олар азаматпын десе, тұтас шаңырақ дүрк көтеріліп, Аронның алдында өздерінің қарыздарын өтесін. Шаңырақты тасталқан қылып, қаланың шетіне қадамы әзер жеткен қазақты қуғиырға қуып жібермекші болған қу өкіметтің қисынсызда қыңыр талабын қайтпайтын қайсар қарағай мінезімен тосып қалған сол Арон емес пе еді? Аронға жабылған жала, Аронды сөйтіп қыңыр қисық өзінің
зұлым саясатының құрбаны қылып, жалалы қылып, істі қылып, қан арқалады деп бәлесін артып, күйесін жағып, соттап жіберген жоқ па? Сол Аронды соттатудың ар жағында бүгінгі Қасқа мен Жайсаңның бәрінің дерлік қолы бар. Сен ұлы ақын дейтін тұлғалар да осы Аронды соттауға тікеден тіке мүдделі және себепші болды. Қазіргі әулие көріп жүрген, ойбай, бір тайпаның, бір елдің көсемі деп, осы бүкіл шенді шенеунік парақор болғанда Алматыны оңаған сол еді дейтін, анау жағымды образ қалыптастырып жүрген, қалың қара қарғаның ішіндегі ақ қарға немесе қызыл қарға болып жүрген иманды дегендеріңнің имансыз екенін Аронның ақиқасынан кейін ақ білерсіңдер. Ендеше сөзіміздің тоқ етерін айтайық. Қалың қазақ жігіті атқа мін. Аронды олар түрмеде емес, түрменің сыртында өлтірмекші. Олар түрмеде Аронды 14 жерін сындырды. Анау басында, дәл қазір Аронның басында мына жұдырықтай жара бар дейді. Жұдырықтай жара тұр дейді. Аронның өзінің азаттықтағы сұхбатын тыңдасаңдар, Арон құлаған. Қалай құлады? Оны құлататын дәрі берді. Сөйтіп есінен тандырды. Аронды ұшақпен ұшырып Алматыға келді. Аронды өмір бойы кешірім сұрата алмаған, біздің бүкіл сатымсақ қазақтардың мансап беріп, атақ беріп, ат беріп, медал беріп, кітабын шығарып, ұлын, қызын, келінін, немесе жегжатын аға бауырын мансапқа қойып, келісімге келіп, осы ұлтшылау дегеннің бәрін сатып алып, біреуіне бір-бір театр ұстатып, бір-бір школдың директоры қылып, бір-бір докторхананың немесе бір-бір мемлекеттік мекеменің құлағын ұстатып қойып, бас көтереді дейтін қазақтың бәрін арзан атақпен азған заманда азғантай ақшаға алдап алған азғын үкіметіміздің арамза және озбыр саясатына жалғыз сатылмаған қазақ Арон еді. Ертеңгі бүкіл адамзаттың алдында қазақтың бәрі сатымсақ, ақша берсең әкесінде, шешесінде шашлық қып сатып береді деген атқа қалмайық десек, сатылмаған жалғыз қазағымыз Аронымызға ие болайық. Аронға ие болу, Аронға ие шығу, Аронның артында сұрақшысы бар екен, Аронның артында қалың елі қазағы бар екенін көрсету үшін Аронның паспортын қолына бергізуге бүкіл қазақ талап қойсын. Ол үшін әлеуметтік желіде бүкіл қазақ телефоныңды көлденең қойда, Аронның шетелде емделуіне кедергі келтірме, Аронның шетелде емделуіне рұқсат бер деп мәлімдеме тарат, пост жаз. Бұл бірінші. Екіншісі, жинал, өзің тұрған жерде бүкіл ауылың болса, ауылдың әкімшілігі, ауданың болса, аудандық, қала болса, қалалық әкімшілікке руыңмен, құда жегжатыңмен, айнала дос, жаран, сабақтас, курстасыңменен жиналып, Арон Атабек дейтін қазаққа Қазақстанның өкімет талап қойсын де. Нұр Отаныңа бар. Олардың өзі қазір памперсін киіп әрең отыр. Бес қазақтың басы қосылса, бұтына жіберейін деп отыр бүкіл Нұр Отанша. Ендеше қазақ дәл қазір мына қалт-құлт етіп шығар жаным шықпа деп отырған мына билік үрейшінде отырғанда талабыңды айтып қал, арманыңды орындатып қал, Ароныңды сақтап қал. Енді бірі, Аронды шетелге жіберетін загран паспорты болғаннан кейін, Аронды шетелде емдетуге біріншісі біз болып, одан да басқа, бізден де басқа шетелде жүрген азаматтар біз бірінші болып араласамыз. Әрине, Аронды шетелде емдетуге бірінші болып біз араласамыз. Ал басқа шетелдегі азаматтарда біз кірсеміз десе құба-құп. Ендеше осы азаматтар нағыз атажұрт еріктілерінің осы YouTube каналдарының астындағы барлық телефондарға хабарласып, әсіресе Серікжан Біләшұлының телефонына электрондық поштасына хабарласыңыздар. Менің электрондық поштам өте оңай, qazaqiya@gmail.com. Qazaqiya QAZAQYA. Яғни қазақ деген сөздің артына екі қаріп қосасың. Я деген кәдімгі YA. Осыны қосасыз. qazaqiya@gmail.com. Бұл менің бәлен жыл болған, 15-20 жыл болған электрондық поштам. Осы поштама хабарласыңыздар. Бұл бір. Екіншісі, атажұрттың телефондары тұр. Мен қазір осы видеоның астына электрондық поштамды дәу қылып жазып, жаңа пинниді жасап қоям. Яғни ең басында тұратын комментарий қылып қоям. Сіздерде көріп, шетелде жүрген азаматтар хабарлассаңыздар болады. Бұл екі. Үшінші талап. Билік кезінде мені сындырмақшы болғандай, мені 2019 жылдың наурызының 10-ында тұтқындап алып кетуден бұрын Әбілязовқа қарсы сөйле дегендей, Аронды да Әбілязовқа қарсы сөйлеуге мәжбүрлеуі мүмкін.
Себебі бұл эксперименттен өткен. Кез келген Қазақстандағы артынан 5 қазақ ереді дейтін қазақтың барлығын Әблязовқа қарсы сөйлеуге, Серікжанға қарсы сөйлеуге үгіттеу, насихаттап, бопсалау, көндіру, сындыру. Егер сен Әблязовқа қарсы сөйлесең, Серікжанға қарсы сөйлесең, мына кәмпит береміз деп алдау, бұл Киембінің қазіргі кездегі кешірілмейтін шөресі. Өлгелі жатқан Киембіні оятып, Киембінің бірінші міндеті не десең, Серікжан мен Әблязовқа қарсы халықты айдап салу дейді. Ал өліп қалған Киембіні көрінен қазып алсаң, басында осы уран жатады. Сондықтан бүкіл қазақ есіңді жиып, қазір Аронның айналасына Киембінің сындырылған бұрынғы ұлтшыл, қазіргі тырнақша ішіндегі ұлтшылдары жиналып алған болу бек мүмкін. Енді осылар Аронның есінен адастыратын дәрілер беріп, немесе миын жаңағы жарым-жартылай 50%, 40% жұмыс істейтін қалге келтіріп, Аронның есі кіресілі шығасылы жағдайда Әблязовқа қарсы сөйлесе, Серікжанға қарсы сөйлесе, немесе Серікжан менің ісіме жолама, сен ары жүр десе, немесе нұр жүйеге, нұр билікке мен жаңылдым, жаздым, мені кешір десе, немесе елбасы жасасын десе, онда бұл сөзге қазақ халқы сен рухани жақтан дайын бол. Себебі Аронның жығылуының өзін Азаттық радиосында айтқан видеосында мен қалай жығылғанымды білмеймін деп отыр. Ендеше бұл Аронды жығылатындай, оның есінен тандыратындай тамағына, суына дәрі қосты деген сөз. Ал енді қазір Арон корона болып ауырды ма, ауырмады ма белгісіз, докторханаға апарғаннан бас тартып отыр. Ал осындай жағдайда Аронды коронадан өлтіріп тастауы да мүмкін. Аронды коронадан өлтіріп тастауының алдын алу үшін, яғни Аронның өзі айтқандай, мені түрмеде өліп қалуымнан қорқып билік жалма-жан шетелге, жаңа сыртқа шығарды дейді. Яғни оның өліп қалуынан қорықты, бірақ оны сыртта өлтіруден қорықпайды. Коронамен өлді, міне қанның анализі дейді. Бірақ Аронды ендеше шетелге жіберсін. Шетелге жіберсін. Шынайы Аронды азаттыққа шығарған болса, шетелге жіберсін. Аронды біз Қазақстанда емдетуге сенбейміз, өзі де сенбей бас тартып отыр, ендеше шетелде емдетуге рұқсат берсін.